Ең бірінші құрметті ағайын, осы ұрлықтан өзімізді Құдай сақтасын, ұрпағымызды аман алып қалу үшін біздерге жасау керек болған амалдар бар, құрметті ағайын. Ең бірінші мәселе, құрметті ағайын, Алла Тағала мені көріп тұр, біліп тұр деген сенімде болу, құрметті ағайын. Өйткені Алла Субхану ва Тағала біз қай жерде болмайық, қараңшы, Алла бізді біледі. Біз Алладан жасырына алмаймыз. Ғалымдар айтады ғой, егер адам баласы дейді, сөйлеген кезде сөзімді Алла естіп тұр. Қараңшы, жаман ойлаған кезде ойымды Алла біліп тұр, жүрегім деген біліп тұр. Егер де бір іс қимылға баратын болса, Алла Тағала мені ісімді, қимылымды біліп тұр, көріп тұр деген сенімде болатын болса, ол жамандыққа бармайды дейді, құрметті ағайын. Сол үшін бізге ең бірінші керек мәселе, құрметті ағайын, Алла Тағала мені көріп тұр деген дүниеге, құрметті ағайын. Құдай сақтасын, кейде енді айтады ғой, адамдардың мешітке 5 уақыт намаз оқып жатқан кезде, бұл оңайда мешітте 5 уақыт намаз оқу. Неге деген уақытта жамағат бар, халық бар, оқысаң созып та оқи бересің, бір ракатқа бақаранды оқып тастай саласың, адамдар болса да. Жеке өзің қалған уақытта үйде оқи алмайсың да, фәлақ наспен бітіргің келеді да, мысалы үшін. Үйде көп оқыған кезде, мысалы, былай мақсат айтылып тұрған нәрсе, құрметті адамдардың алдында қандай амал болса жасау оңай екен да. Әдемі сөз сөйлеу бүкіл істі адамдардың алдында. Өйткені нәпсіге жағады. Бірақ та жалғыз қалған уақытташы, бұл қиын екен да, құрметті ағайын. Адамдардың алдында тақуа болу да оңай екен, адамдардың алдында ақылдылық та оңай екен да. Бірақ жеке қалған уақытта адам баласы неге сыналады екен ғой, құрметті ағайын. Сол үшін ең бірінші мәселе не екен? Алла Субхану ва Тағала мені көріп тұр, біліп тұр деген адам сенімде болу керек. Алла Субхану ва Тағала Құран Кәрімде «Уахуа ма'акум айнама кунтум, валлаху бима та'малуна басир» дейді. Қараңыз. Сондай ол Алла қайда болсаңдар да сендермен бірге дейді. Біледі, құрметті ағайын. Алла не істегендеріңді толық көруші. Бұл айтқан уақытта бұл жердегі мәселе, құрметті ағайын, Алладан біз жасырына алмайды екенбіз.